Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Айгерім дәл осы видеода көрсетілгендей стаканчик жемісті десертті менімен бірге жасап көріңіздер. Небәрі аз ғана уақытыңызды алып, үйдегі бар заттардан дайындалатын, құрамына желатин қосылмайтын және ұн ешқандай керек заттар қоспалар қосылмайтын балғын десертті бірге жасайық. Алдымен арнаға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Барлық жеміс көрсетілген жемістің құрамын төмендегі видеодағы описание бөлімге жазып кетемін. Алдымен дәл осылай таразының көмегімен сүтіміздің мөлшерін құйып, оның үстіне қойылтылған сүт, яғни сгущенкамызды құйып, газ плитамызға дәл видеода көрсетілгенде қойып, вилканың көмегімен болмаса венчиктің көмегімен дәл осылай былғайсыздар. Бұл жерде жылдамдық қатты болғандықтан, яғни скорость өте қатты болғандықтан тез былғаған сияқты көрінілген. Егер сіздер асықпай 3-4 минут былғасаңыздар, қойылтылған масса шығады. Дәл осы видеода көрсетілгендей бананымызды, жүзімімізді доңғалақтап көлбенең турап аламыз. Егер сіз өз қалауыңызға қарай кішіміш, құлпынай, неше түрлі жемістер қосқыңыз келсе, қалауыңызға қарай қоссаңыздар болады. Бұл жерде менде құлпынай, неше түрлі жеміс өріктер жоқ болды. Үйдегі бар жеңіл десертті, яғни үйдегі бар жемістермен жеңіл десерт дайындадым. Дәл осы видеода көрсетілгенде осылай дөңгелектеп көлбенең кесіп шығамыз. Бұл жерде мен қолданылған жемістер банан, киви, мандарин, жүзім. Сіздер өз қалауларыңызға қарай құлпынай, неше немесе түрлі жемістер қолдансаңыздар болады. Кішіміш, өрік дегендей. Видеода көрсетілгендей мен бұл десертті стаканчик қылып стаканға жасағаннан соң дәл осылай видеода көрсетілгендей жанына көлбенеңнен барлық жүзімді, мандаринді, бананымды, кивиімді салып орналастырып шықтым. Ал сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай үлкендеу ыдысқа жасасаңыз, дәл осылай орналастырсаңыз да болады. Болмаса өз қалауыңызға қарай әрлеп әдемі жасасаңыз болады. Дәл осы видеода көрсетілгенде дәл осылай орналастырып шыққаннан соң, оның үстіне жаңа қойылтылған қою массамызды құйып, дәл осылай толықтай беті жабылғанша осылай қалған жемістерді де орналастырып шығамыз. Бұл жерде менде масса ондай қатты қою болған жоқ, себебі мен агар-агар қоса алмадым. Ал сіздер қалауыңызға қарай желатин қоспай жасайтын болсаңыздар, желатин қосып та кереміз. Егер агар-агар тапсаңыз, агар-агармен қосып жасасаңыз болады. Агар-агар сол массаны сұйық емес, қоюлатылған қою масса қылып сақтауға және 1 сағат холодильникке, яғни тоңазытқышқа салсаңыз, қатып қоймалжың қою қатты масса болып десерт болып шығады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, балаларыңызға ұсынсаңыздар, дастарханға қойсаңыздар, дәмді балғын болады.